Қазақ тілі пәні тақырыбы диалог және монолог. Балалар, бүгін біз диалог және монолог деген не екенін білетін боламыз. Диалог дегеніміз бірнеше адамның сөйлесуі. Мысалы, амансыз ба, әже? Аманбыз, балам. Халіңіз қалай, әже? Аллаға шүкір, жақсымын, балам. Яғни балалар, бұнда әже мен немересінің сөйлесуі. Бұл диалог деп аталады. Ал монолог дегеніміз өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуін айтады. Бейне жазбаны тоқтатып, түсініп оқы. Келесі оқушылар, дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Көркем жазу керек екен, ұмытпаңдар. Кітаптың 10-шы бетіндегі 12-ші жаттығуды орындаймыз. Бірінші тапсырмасы мақалды көшіріп жазасың, ал екінші тапсырмасы мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып, астын сызасың. Мағынасы қарама-қарсы сөздер дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы айтылған сөздерді айтады. Мысалы, қара ақ, қатты жұмсақ деген сияқты сөздерді табасың. Суретке қарап, диалог құрастырып жаз.